Адмирал Соколов ақында кереклі органлардан сорарым. Украина президенті Володимир Зеленский НАТО баш катибі Ян Столтенберг леберабер өткерген пресс-конференциясында Қара деңіз флоты комитанының ақыбеті ақта суалге айнен бойлы шекілде жауап берді. Девлет юлбашчысының қайд еткеніне көре Украина өзінің ишғал етілген топрақларыны қайтармақ үшін эпысы ұқуқи алетлеріні қолана. Вирусларының инсанларға япқан ұжымлеріне адалетли жауап бермек үшін елінден келгенini япам. Кожні такі удари, включаючи енергетику, так, ми сприймаємо як загрозу нашим національній безпеці. Відповідно, ми аналізуємо, що може Україна зробити і робить відповідні чутливі кроки на території України. Я обов'язково запитаю щодо вашого питання у відповідних наших органів. Bundan evvel Ukraina maxsus operatsiyalar kuvvetlerinde Қара деңіз флотының комутаны Соколовның ақырға yapılған ұжымден соңра ақыбеті ақта малюматны тешкергенлеріні қайд еткен еділер. Йоқ етілген 34 субайдан бір чоқсының жеседі парчаланғаны үшін оларны аледа тешіс етемеділер. Калибрлерні ташыған базы рус гемилеріні кефеге кечірділер. Осинт истихбаратчының яйынлаған уйду ресімлерінде көрінгеніне көре 25 сентябрге андаки лиманда сейір фюзелеріні ташыған эки геми пейда олды. Да, эки Буян ве Каракурт лейхасындан шыққан геми мевжуд. Александрит адлы чекичі қайық ве бір чықарма гемісі. О ақерда йоқ етілген Минск гемісіне ошамақта. Рус гемилерінің кефе лиманларындаки бұқыбы әрекетлілігі рекорд сайыла. Çünkü bu sene yaz aylarına kadar kefenin limanlarında Rus harbi gemileri yerleşmeyedi. Көрінішке көре Rus Қара деңіз флотына yapılabilecek ucumlerden korkup Rus gemileri çeşitli limanlarda yerleştirildi. Номан Челебиджихан adına 48. ucum batalyonuna 10 milyon гривналык 10 ава топу, yani миномет. Крым татар арби бөлігі үшін бұл кібі фаалиетні Украинска правда матбуаты башлатты. Бұл ақта АТР телеканалының яйынында матбуатының баш муарирі Севгил Мусаева аңлатты. Дегеніне көре тесісінен контракт енді имзаланды. Кереклі ilk төлемені октябрь айында yapmaға планлаштыралар. О вақыт Крым татар аскерлері ел сонына қадар қиметлі олған минометларны алып олajak. Бұл кібі артиллерия Номан Челебиджихан адына арби бөлік аскерлеріне Херсон истиқаметінде муафақиетлі олмаға пек ярдымжы олajaqtır. Қырымлылар үшін миномет сатын алмаға ярдым етмек істегендер екранларда көрген QR-кодны қолана білелер. Я сподіваюся, що цей збір ми також зможемо достатньо швидко зібрати. Зрозуміло, що сума велика, а зараз велика кількість зборів, у людей менше грошей, але якщо ви не можете воювати, якщо навіть для тих, хто виїхали за кордон або живе за кордоном тривалий час, будь ласка, допоможіть фінансово, зробіть свій донат, це правда дуже важливо. Херсон вилаятынден хырсызлап ишғал етілген Қырымда махкеме еттілер. Ишғалжилер жасуслықта қабатлап 15-16 ел апиш жазасыны Сергей Котов ве Микола Петровскийге берді. Көңілі Микола Петровский сақат олғанына бақмадан аписте кечкен сене 27 март күнінден берлі бұлына. О вақыт ишғалжилер оны Херсон шерінің мерkezінден хырсызлады. Невбетеки ярым ел эрадамны ФСБ мағазында туттылар. Херсондан қачқанлары вақыт ісе Мабюсны янында алып кеттілер. Сергей Котовны ишғалжилерге қаршылық көстергені үшін туттылар. Оны Ахмеджитнің эки аписханесінде бұлындырдылар. Адвокатларны янына йолламадылар. Мабюстың қызы Виктория Барабашның тариф еткеніне көре Котовның аяғына амелият ихтияжы бар. Аписханеде есе ona кереклі ilaçlar бермейлер. Керіч көпіріні бүтін гежеге қапатыжақлар. Ишғалжилер бұны ғайрадан тамир ішлері иле аңлатам. Арабаларны ақшам 9-дан жұма сабасы саат 6-ға қадар йолламайжақлар. Да, эки автоевелсі Кремльнің Қырым бойынша едрежісі Марат Хаснулин 17 июль күні Керіч көпіріне yapılған ұжымден соңра көпірінің бір қысмында нақлиятның ғайрадан тікленілгенini айтып кечкен еді. Сөз реверс режимінде çalışқан сол тараф ақта кете. Илерде да бір yol тамир етілежек. Там нақлиятны есе 1 ноябрь күніне қадар ғайрадан тіклемеге планлаштыралар. Амма Кереч көпірі аяқта тұрғанже оны раат бұрақмайжақлар. Бұндан Украина баштабының сабық спикерове арби эксперт Владислав Селезнев емин.
Те, що сталося на Керченському мосту вже двічі, я маю на увазі Болоно, обов'язково станеться ще і ще. Що не менше, наші розвідники, наші вовкулаки це нам обіцяють, а зазвичай українські розвідники дотримуються свого слова.